Кешірмеймін құрбымды. Екінші бөлім. Авторы Фариза Амангелдіқызы. Бірақ сол оқу орнында өзгеріп бастады. Әрине достарының кесірі болды. Алдымен ішіп бастады. Сосын бір күні бір түрлі болып кірді. Көздері қалталап, ешкімді танымады. Тоқташы, сен сонда бұрыннан осы үйде істедің бе? Менің анам осы үйде қызметші еді. Анаммен бірге мен де көп жүретінмін. Кейін анам жасы келген соң тек өзім келетін болдым. Содан кейін ғой бұл отбасыны беске білемін. Бәсе, солай десіш сонда. Содан сол күні қатты жанжал болды. Үйде, бірақ Дастан аға ешкімді танымады. Бөлмесіне кіріп алып, музыканы қатты қойып, есікті іліп алды. Ертеңіне әпкелер Дастан ағаны ешқайда шығармады. Отырып әбден ұрысты. Үнсіз бәрін мақұлдағандай болып еді. Бір жетіден соң тағы бастады. Сосын тағы ары қарай еті үйреніп кетсе керек, тіпті қоя алмайтындай дәрежеге жетті. Содан әпкелері амалсыз ауруханаға жүгінді. Біраз ем алды, жақсы болып шықты, оқуға да бармай кетті. Әпкеміз ақша беріп қызыл дипломды сатып алды. Басында ең үздік оқушы еді, солай кетсін деп, ең үздік студент болғандықтан қызыл дипломды сатып алып берді. Оқуын аяқтап жұмысқа тұратын кезде тағы да осындай шу шықты. Бірақ үйдегілер алдын алып дереу ауруханаға алып барды. Бұл жолы ұзақ жатты, себебі есірткіні қабылдамай біраз уақыт жүріп, сонан соң мөлшерінен көп қабылдаған екен. Жағдайы күрт нашарлаған. Сол үшін ұзақ жатып емделді. Ауруханадан шыққан соң үйдегілер Дастан ағаны үйлендіреміз деп шешті. Сол үшін жақсы қыз деді. Жақсы қыз жолықса мүмкін үйленіп отбасылы болған соң бір жола қойып кететін шығар деп үміттенді. Әкесі ең жақсы жұмысқа орналастырды. Сосын үйге сіз келдіңіз. Бар жағдай осы, деді қызметші қыз күрсініп. Сонда мені алдап керемет отбасы деп, нағашы ағам керемет деп жан құрбым алып келді ме? Мүмкін емес. Иә, құрбыңыз. Жоқ, ол білмейтін шығар. Ол маған мұндай опасыздықты жасамайды, қаламайды да. Тағы мен айтты деп жүрмеңізші. Сол құрбыңыз күнде келіп әпкелермен ақылдасып сізді айтып отыратын. Алдын ала ұйымдастырылған еді. Іші өртеніп кете жаздаған іңкәр бармағын тістелеп біраз отырды. Қимылдауға қауқары жоқ. Сол күні оқиғалар көз алдынан өтіп жатыр. Ап-анық құрбысы расымен алдап еді. Іңкәр сол күні түнімен көз ілмеді. Асханада сол отырған жерінде таң атқанша отырды. Ыстық шай ішіп, айналып, ойланып ұзақ отырды. Енді не істеймін? Күйеуім нашақор. Миына осы сөз қайта сигнал болып келе берді. Іштегі әлі бір айда болмаған шаранасын қайтпек. Ең бірінші ойлағаны осы бола бастады. Нашақор еркектен қандай бала туылуы мүмкін? Қорыққаннан неше түрлі ойлар келіп, миынан маза берер емес. Таңға жуық қалжырап қылауға шақ қалған келіншек қонақ бөлмеге өтті де, бір жамылғыны жамылып аздап көп шырмын алайын деп жайғасты. Осылай мең-зең 2 күн жүрді. Дастан сол күні таң азанмен ешкімге айтпай шығып кеткен. Содан ұшты күйлі жоқ. Бүгін ата-енесі келеді. Ерте келуі керек болған жұмыстарымен тағы бір күн аялдады. Түске жуық ата-енесі келді. Бар тірлікті қызметші жасап жүр. Іңкәрдің тірлікке қолы барар емес. Сәлем бердім деп иіліп сәлемін салды да жағдай сұрасқан болды. Іңкәрдің жүзінен ақ үйде бір сұмдықтың беті ашылғанын сезген енесі асханаға зып берді. Әй, бері қарашы, ана біздің бала қайда? Әпке, Дастан аға тағы бастады. Қу маңдай сорлай деп баласына кейіген анасы дереу шалына тұра жүгірді. Сабыр-күбір дыбыстарды естіген Іңкәр, апа, не болып жатыр үйде? Дастан бір түрлі, дені сау адамның қылығын істемейді. 2 күннен бері үйде жоқ. Мен төркінде кезеде үйге мүлдем келмепті. Не ғой, әлгі Дастан біраз сырқаттанып деп кібіртіктеген кемпірін тыйып тастаған қайнатасы бар шындықты өз аузымен айтып берді. Қашанға жасамақсың? Келін саған білмей қалатындай бөтен біреу ме еді? Шай ішіп болып үйіне қайтатын, келін бізді кешір айналайын. Өз баламыздың тағдырын ойлаймыз деп біреудің баласының тағдырымен ойнаппыз.
Дастан адам болып кетер деген үмітпен саған үйлендіріп едік. Амал нешік, ол есірткіге тәуелді. Жылап жіберген Іңкәр: неге маған басынан айтпадыңыздар? Мен енді Дастанмен қалай өмір сүремін? Мен қорқамын ондай адамнан. Өткендегі қанталаған көзін көргенде шошып қалдым деп жас келін ағыл-тегіл жылады. Іңкәр: қызым, қоя қойшы, күнім, біз оны емдетеміз. Әлі адам болып кетеді деп өзін де Іңкәрді де алдаусыратып жатқан ана жүрек іштей қан жылап тұр. Бірақ айтуын айтқанмен өзі де іштей үрейленіп қанша рет емдетті, үйлендірді, бәрібір болмай жатыр. Енді қайтпек? Іштен шыққан шұбар жылан жамандыққа бәрібір қимайды. Бірақ Іңкәрға басу айтып, бәрі жақсы болады деп сендірді. Дастан сол күйі үй бетінен көрмегелі бір жет өтті. Әкесі жан-жақтан іздестіріп жүріп, қала сыртында орналастырған демалыс орнынан тапты. Кіріп барған ол ес-түссіз жатқан ұлын көріп, бір жағы күйініп, бір жағы айырылып қалармын деп қорқып дереу алып кетті. Алдымен үйге алып келді. Сонан соң үнемі көмектесетін өздерінің таныс дәрігерлерін үйіне шақырды. Бірақ бұл жолы дәрігер келмеді. Мен енді олай жасай алмаймын, ренжімеңіз, жасырын түрде емдей алмаймын, заңды түрде ауруханаға жатқызыңыз деді. Бұған дейін үнемі жасырын емдеген екен. Амалсыз көнген ата-анасы Дастанды ауруханаға алып барды. Бұл жолы ұзақ жатты. 2 ай ем алды. Организмде тазалап қанға өтіп кетпегеніне шүкір деді. Бұл кезде Іңкәр бет жүзі толысып әдемі келіншек болып еді. Аяғы ауыр болған шақта да жақты ма, әйтеуір жүзі нұр шашып тұрды. Күйеуінің де емделіп жатқаны бір үміт сыйлайды. Бүгін тек серіліске барады. Енесі де қызығып бірге барайық деді. Екеуі бірге келіп УЗИ аппаратына түсті. Бірақ қорытынды мәз емес еді. Экраннан бас алмай қарап отырған дәрігер көңілсіз Іңкәрге бұрылды. Нешіншің? Біріншім. Күйеуің қайда? Ол қазір қалада емес, басқа жақта еді. Жұмыстарымен не жұмыс жасайды? Кібіртіктеп қалған келіншек не айтарын білмей, оның сөзінің жеке бизнесі бар деді. Сізге қазір бір нәрсе айтайын, тек уайымдамаңыз, жарай ма? Ол не? Баланы алдырмасаңыз болмайды. Кішкентай кезінде алдырып тастау керек, өзіңіз үшін. Жоқ, мен алдыруға келген жоқпын, деді Іңкәр түсіңкіремей. Мені түсініңіз, сізге де дені сау бала керек қой. Баланың бет-әлпеті, аяқ-қолы дұрыс емес. Генетика анализ тапсырдыңыз ба? Анализден сізге айту керек еді ғой. Сонда қалай? Бұл дұрыс емес дегені қалай сонда, деген Іңкәр көзі жәутеңдеп дәрігерге қарады. Әдетте анасы немесе әкесінің денсаулығы дұрыс болмағанда баланың да дені сау туылмайды. Сол үшін күйеуіңізді сұрадым. Өзіңіз жап-жақшақ келіншек сияқтысыз. Есік алдында отырған енесі атып тұрды. Не дейді? Жағдайы жақсы ма? Бәрі жақсы деді ма? Деп келініне күлімдей қарады. Апа, басқа дәрігерге барайықшы. Мына кісі маған ұнамады. Неге? Не дейді? Тыныштық па, деген енесі Іңкәрдің жүзінен ақ бірдеңенің болғанын сезді. Білмедім, әйтеуір маған ұнамады. Үйге кеткім келіп тұр. Ертең басқа дәрігерге барамыз, апа. Жарай ма? Жарайды. Жалғасы бар.